Ал енді мына жолда осы уақыт өткізбей мен Мәкеңмен біраз сұхбаттасып отырайын. Жалпы Мәке, естіп отырсыз ғой мені? Иә. Енді көптің көкейінде жүрген сұрақ, менің де көкейімде жүр. Енді сіз заңгер ретінде қалай ойлайсыз? Қандай үкім шығады? Кім қанша жыл алып кетеді? Заңгер балгер емес. Бірақ заңда қарастырылған ең қатаң жазаға тартылады деген ойдамыз. Сіздер жалпы команда осы іске қатысқаны үшін қандай да бір көлемде қаражат алып отырсыздар ма? Біз Қаржаубайдан шын айтсақ бір тиын алған жоқпыз. Қаржаубай келген кезде оның қандай жағдайда екенін білдік, жағдайына кірдік. Сонымен қатар мен өзім әріптестеріме, достарыма бірнеше жыл бойы қасымда жүрген адал достарыма басым деп рахметімді айтқым келеді. Бұлар да менің ұсынысымды бірден қабылдап, мына аптасына 2-3 күн барлық жұмыстарын тастап, осы халықтың күткен сұранысын қанағаттандыру үшін сол сотқа тегін барып жүр. Әзірге сұхбатыңызға рахмет, Мейірман мырза. Тағы да сұхбаттасамыз деген ойдамын. Рахмет. Міне достар, Шерзаттың ісі бойынша сотта жарыс сөз басталғалы қашан біз үзіліске шықтық. Жаңа прокурор, керемет прокурор, күн нұрындай құлпырған керемет кербезі Дана Сәрсенбай өзінің соңғы сөзін оқыды. Дана Шынасылға 23 жыл, Сакиевке 20 жыл. Сонымен қатар Дархан Аскентай, Шыңғыс Белғожаев, Нұрбол Тоқтаубаевпен және Дидар Қалиахметовке 7 жыл сұрап отыр. Сонымен қатар Нұрқияс Ильясовқа 9 жыл, Азамат Тоқтаубаевқа 15 жыл және Равиль Сакиевке 20 жыл. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, прокурордың сұрап отырған мерзімі дұрыс па, әлде бұрыс па? Шерзатты өлтіру ісі бойынша жарыс сөзде прокурор сотталушыларға қатысты төмендегідей мерзімдер сұрады. Абзал Шынасылға 23 жыл, Равиль Сакиевке 20 жыл, Шыңғыс Белғожаевқа 7 жыл, Дархан Аскентайға 7 жыл, Нұрқияс Ильясовқа 9 жыл, Нұрбол Тоқтаубаевқа 7 жыл, Азамат Тоқтаубаевқа 15 жыл, Дидар Қалиахметке 7 жыл, Дидар Ысқақ кәмелет жасына толмаған балаға 1 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру сұралды. Сот үкімі таяуда шығады. Соттан көрдіңіздер ме білмеймін, жаңа біздің аса құрметті прокурор қызымыз Дана Сәрсенбай Шерзат қазасына қатысты сотта прокурор куәгер болған 2 қыздың жасөспірім қаза болған күні шок жағдайында болмаған жеткізді. Осылайша Алматы облысының полиция департаментіне 2 қызға қатысты жаңа қаулы шығаруды сұрады. Нұрбекова Эльмира мен Жақсыгелді Дана қылмыс жасаған сәтте оқиға орнында болғандарын растағанымен, өздерін шоктық жағдайда болғандар қорқыныш күйде болғанын айтты. Алайда тергеу барысында алынған нақты деректер мен бейнематериалдар бұл мәлімдемелерді толығымен теріске шығарады. Мен таң қаламын. Мысалға мен бала кезімде мынандай бір жағдайдың куәгері болғам. Жай ғана 3 жігіт төбелеседі, сол жерде бір жігіт қайтыс болып кетеді. Соның қасынан өтіп бара жатқан адам қылмыстың болып жатқаны жайлы хабарламау деген бап бойынша сотталып кеткен болатын. Ол 2 қыз төбелес орында болған, күдіктілермен жүрген, ішкен, тұшқан, сол жерде біреудің қолына пышағын жуу үшін су құйған. Неге бұл 2 қыз сотталмайды? Екеуінің бұл іске қатысы бар екені айдан анық тайға таңба басқандай анық көрініп тұр ғой. Мен осыны түсіне алмай қойдым. Құрметті көрермен, егер сіздердің қолдарыңызда болса, мына 2 қызға қандай жаза тағайындар едіңіздер? Айтыңыздаршы. Жазып жүрген маған Дін Мұхаммед деген. Мен пікір алмасып жазып жүргенбіз. Бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым. Мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп. Кеп тұрғанда жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бачыты шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық. Суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық. Ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген
саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен, саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің ана фиголты осыған жіберсеңіздер. Қайта өтінбей ақ қояйын, мен сіздерге сенемін, барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет.